Қаралбастан ауыл қожалығы һәм агротехнология институтында 2025 жылдағы жастар менен іслесу рухи ағартушылық бағдарында алып барылып атырған іслер хақында брифинг. Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнология институтында 2024-2025 оқу жылында жамы 3499 студент білім алмақта. Сонан күндізгі тәлім бағдарында 2204, сыртқы тәлім бағдарында 1244, магистратурада 51 студентімізді құрайды. Институтта оқып атырған 3499 студенттің 1985-і студентіміз өз үйінен қатынамақта. 783 студентіміз жақын туысқанның үйінен. 571 студент болса ижарада. 160 студентіміз болса студентлер тұрар жайында жасап білім алмақта. Студенттердің социалдық жағдайы һәмде олардың материалдық һәм рухи қолдау-қуатлау бойынша алып барылып атқан іләжлар. Институт майыплығы болған студентлер жамы 52, шын жетім студентлер болса 8-ді құрайды. Социалдық қорғауға мұқтаж студентлер институт тарапынан материалдық һәм рухи қошаметленіп келінбекте. Социалдық қорғауға мұқтаж шын жетім һәм майыплығы болған студент жастарға базалық стипендияның 50% мағдарында қосымша стипендия төленбекте. Ижарада жасайтығын студенттердің 1114-не ижара пулларының 50% әр айда институт тарапынан төленіп берілмекте. 2025 жылдың бірінші ярым жылдығында әмелге асырылған іләжлар. Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнология институтында 2024-2025 оқу жылында студент жастар арасында рухи ағартушылық, мәдени, спорт, сондай-ақ жастар арасында жинаятшылық һәм құқық бұзарлықтың алдын алу бойынша 1117 бәндтен ібарат жылдық іс-ереже істеп шығылған һәм тастиқланған. 2025 жылдың бірінші ярым жылдығында давамында студент жастар арасында рухи ағартушылық, мәдени, спорт, сондай-ақ жастар арасында жинаятшылық һәм құқық бұзарлықтың алдын алу бойынша 170-тен астам іләжлар шөлкілместірілді. Бұл іләжларға 10 мыңнан астам студент жастар қамтып алынды. Соннан рухи ағартушылық һәм мәдени іләжлар саны 116, қамтып алынған студенттер саны болса 7445 құрайды. Спорт іләжлар саны 31 іләж, қамтып алынған студенттер саны 1090. Жинаятшылық һәм құқық бұзарлықтың алдын алу бойынша өткерілген іләжлар һәм үгіт-насихатлар жұмыслары саны 27 іләж, қамтып алынған студенттер саны 1595. Институт студенттерінің бос уақытлары мазмұны өткеру һәм 5 ахиметлі басылама шеңберінде жамы 40 дөңгелек жұмыс жолға қойылған. Соннан 5-і спорт тарауында, 23-і пән һәм тіл пән тарауында, 3-і тіл тарауында, 6-і кәсіп-өнер, 3-і басқа бағдарлардағы дөңгелеклер. Жамы дөңгелеклер ағзаларының саны 1130-ды құрайды. 2025 жылдың бірінші ярым жылдығында студенттердің қатынасуында мәдени, мирас һәм археологиялық, архитектуралық комплекслер, музей, театр, концерт һәм мәдени іләжларға жамы 38 саяхат сапарлары шөлкемлестірілді. Бұл іләжларда жамы 1355 студент жастар белсене қатынасты. 2024-2025 оқу жылында жастар ауқамы баслаңғыш шөлкем тарапынан әмелге асырылған іләжлар. 2024-2025 оқу жылы давамында институт жастар ауқамы баслаңғыш шөлкем тарапынан мөржерленген іс-іләжлар режесіне бізден жоғары тұрушы мемлекеттік орган һәм бірге істеуші шөлкемлер тапсырмасына қоспа қараларға тикар студентлер лигасы, институт кітап құмарлары, таза қала, ұлы тұлғалар, аязи, 3 әулет ұшырасуы, мағрифат үлесу, Innowax 2024, жастар һәм низам, жаңа нәпес һәм интеллектуал хаппелікке ұқсаған жастарды өзіне қызықтар алған жамы 60-ға жақын таңлаулар, викториналар, акциялар, har xil мазмұндағы ұшырасу кешелері өткізілді. Іләжларға жамы 3000-нан астам студент жастар қамтып алынды. 2025 жылдың екінші ярым жылдығында әмелге асырылатылған вазифалар. Өзбекстан Республикасы жоғары білімдендіру, ілім һәм инновация министрлігінің 2025 жыл 16 майдағы 36 санлы
баянламасына текар ахметлі 90 күн жойбары шеңберінде жазғы дем алыс дәуірінде институт студенттерінің бос уақытларын мазмұнлы шөлкөлместіруге қаратылған іс-іләжілер режесі іслеп шығылды һәм тастиқланды. Режеге текар жазғы дем алыс дәуірінде студентлер арасында түрлі пән, ilmi дөретушілік һәм таңлаулар һәм спорт жарыслары өткеру, сондай-ақ 5 ахметлі басылама текарында дөңгелеклер санын көбейту, материалдық базасын байыту, дөңгелеклерге студент жастардың қамту, байрам һәм мәдени кешелерге жоғары дәрежеде өткеру, студент жастардың театр, музей һәм тарихи орынларға саяхатларын шөлкемлестіру ережелестірілген. Жоғарыда айтып өтілген таңлау, викторина һәм акциялардың нәтижесі бойынша студент жастарды қолдап қуатлау, оларды қошаметлеу мақсатында һәр таңлау шеңберінде жеңімпаздарды 6 миллион, 3 миллион һәм 1 миллионлық ваучерлерменен һәммесі сыйлықланып, қошаметленіп келінбекте. Бұл қошаметлеу қаржылары студенттерді қошаметлеу фондынан өзлерінің пластик карталарына стипендия мұғдары есесінде һәммесіне төлеп беріліп келінбекте.